Ақмола облысында 100-ге жуық отбасы заңда сатып алған жерлеріне 2 жылдан бері егістік егіп үй сала алмай келеді. Тұрғындар Жібек жол ауылының маңынан жер телімін құжат бойынша заңды рәсімдеп алғанымен, әкімдік оған тосқауыл қойып әле. Құзырлы органмен соттасып келген жұрт мұны әкімнің құйтыртқысы деуде. Ал атқамінерлердің айтар өзі уәжі бар. Қос тарапты тыңдап келген Нұркен Қалижанұлы толығырақ айтады. Жібек жол ауылының маңынан жер алып шаттанған жұрттың қуанышы бүгінде су сепкендей басылған. Кейбір аумағын белгілеп баспана сала бастағанда жергілікті әкімдік жер телімін пайдалануға шектеу қойыпты. Содан бері шенеуніктердің әрекетіне қатысты 2 жылда 10-нан аса сот өткен. Аршалы ауданының сотындағы кезекті процеске жиналғандар бұл сергелдеңнен әбден қажығандарын ашып айтты. На суицид, на самопожар. Что там было? Какие разговоры? Это будет на вашей совести. На вашей совести. Егін егіп саяжай салуды армандағандардың барлығы жерді 2 жыл бұрын бір адамнан сатып алыпты. Кәсіпкер Андрей Жакупбеков 30 гектар болатын кең алқапты өндірістік мекемеден алып, жерді қолдану мақсатын ресми түрде өзгерткен. Саяжай қоғамын құрмақ болады. Араға біраз уақыт салып, аудан әкімдігі саяжай деп белгіленіп қойған аумақты бұрынғы қалпына келтіру керек деп жердің бәріне шектеу енгізеді. Бірақ жұрт 7 соттық жер телімін алғанда барлығын заңды түрде рәсімдегендерін айтады. Міне жерде болып жатқан әңгіме, бұлар деген өздерінің биліктерін асыра пайдаланып жатыр. Аршалы ауданының әкімі өзінің билігін пайдаланып бізге қарсылық көрсетіп жатыр. Біткен сотты қайтадан басынан бастап біз уже шаршадық. Бәленбай сотқа болдық. Сіздер частный нотариустың алдынан жаңағы жерді бөліп алдыңыздар дейді. Жаңағы жерге психолог керек, жаңағы жерге психотерапевт керек дейді. Сонда жынды дейді. Сонда халыққа көрсету қызмет арқылы біз жерді өзіміз атына түскенін ол кісілер қарамады. Біз о жерде ешқандай жаңағы тексерісіміз жоқ, полномочиямыз жоқ, ешқандай дейді. На самом деле жерді қамауға алған кезде оларда полномочия табыла қалады. Даулы мәселеге қатысты 10-нан аса сот өтсе де Аршалы ауданы әкімдігінің тарапынан келген ресми өкілі өздерінің заңдылығын растайтын бірде-бір дәлел келтірмепті. Бүгінгі сотта жер мәселесі жөніндегі белгілі сарапшы Бақытжан Базарбек заңбұзушылықты дәлелдейтін құжатты сұратқан еді. Конкретно мне есть акт о назначении проверки? Нету, я уже говорил. Есть протокол проверки? Нету. Ну а какой разговор вообще идет? Спасибо большое. Пожалуйста. Жер кодекс саласында заң бұзушылықтар тексерістің нәтижесін жүргізіледі. Яғни ол тексеріс туралы тағайындау туралы акты болу керек, тексерістің хаттамасы болу керек. Ешқандай құжатты мынау әкімдіктің тарапынан, сол сияқты жер пайдалану мен қорғау саласына уәкілетті орган тарапынан сотқа ұсынылмады. Бұған бұндай дәлелдемелер ұсынбағанда енді тексерістің жалпы болды ма, болмады ма, енді күмәнге келтіріп отырмыз. Бұған дейінгі хабарымызда Аршалы ауданының әкімі қателіктің кеткенін мойындаған еді, бірақ өзінен емес қол астындағы ауылдық округ басшысының олқылығы деп түсіндіргенді. Ал жұрт даулап жатқан аумақ қауіпті жер, сондықтан құрылысқа жол бермей жүрміз деген болатын. Ол жерде ешқандай құрылыс нысандары болмау қажет. Және де бүгінгі күні ол жерде ешқандай тұрмыс-тіршілік жасауға жағдай жасалмаған, жол жоқ, инфрақұрылым жоқ. Сонымен қатар көктем күні ол жерде су басатын аумақ болып табылады, сондықтан өте көптеген қатерлер бар. Бүгінде жер алған азаматтардың кейбірі үй салып алғанмен енді бір қажетті құрылыс материалдарын жеткізіп қойған, бірақ қолдануға батпай жүр. Жұрт даулы жердің келешегі жақын уақытта шешілмейтін секілді дейді. Себебі оған қатысты сот енді қарашаның 8 күніне белгіленіп отыр. Бірақ бұл соңғы сот отырысы боларына ешкім сенбейді. Нұркен Қалижанұлы, Бейбіт Сұлтанбек, басты жаңалықтар, Ақмола облысынан.